Шалғайдағы Атай. Бір бөлім. Күннің аптап ыстығы таңдай кептіріп барады. Үйінен тысқа шыққан Кәрім Атайдың жалаң басқан аяғы лаулап тұрған ыстық жерге тигенде, жерді басқан табанын қайта кері басып үйге кірді. Жылы татып кеткен сырлы шелектегі суды ожаумен алып манағы тәпішкесіне құйып қайта киіп алды. Ішерге салқын су қалмапты, әдеп аяғын сілтіп басып тәшкісімен бачогына піләк барды. Әр жері құлауға шақ, ағаш қақпасын әзер ашып көшеге аяқ басты. Кәрім атаның қарасы бой көрсетсе болды, ойын балалары жапа тармағай үйлеріне жүгіреді. Әншейінде аналары асқа шақыра алмаушы еді, ойын баласын айтқанын тыңдата алмай. Ал қазір Кәрім ата көріне сала, манағы улап шулаған балалар жым-жырт болды. Бұл әдетке Кәрім Атай таңданған емес. Балалар түгілі дардай кісілердің өзі Кәрім Атадан аяқ тартады. Жанына бара қалса, артық сөйлеуге именеді. Қас қабағының өзі сүсті, өткір көздеріне тік қарай алмаған әлі күнге бірде-бір адам. Ауыл тұрғындарының бәрі дерлік Кәрім Атадан іргелерін аулақ салады. Ата аталғаннан өңдері өзгеріп, ойбайға салады. Ауыл жастары, балалары мұның себебін білмесе де, баяғыдан келе жатқан үрдістей, бір-бірінен естіп қорқа береді. Өзінен қашқақтайтын ауылдастарына атада үйренген. Жападан жалғыз күн кешуге еті үйреніп кеткендей. Тас көшеде тәшкісін даңғырлатып, үйінен алыстау жердегі бұлақ басына келді. Қолымен су ішпек болып, еңкейгені сол, жалыны сөнген жанарын тұнық су бетінен көрді. Әлдеқандай сезіммен тұла бойы түршігіп, тұның суға мөп-мөлдір жас қоса тамды. Бірден көзін тарс жұмып, бір уысын суға толтырып, бетін жуып, артынша су ішті. Кәрім ата ғұмыр бойына жылғыз ғана күн кешіп келеді. Тек атана ақ батасын ала алмай, қашқын атанып, елінен безген сүйіктісіне ғана қамқор болып келеді. Кәрім екеуінің бас қосуына қарсы болған атанаға қарамай, қос ғашық қол ұстасып, туған ауылдарынан жырақ кетіп барады. Атана қарғысы ма, әлде жазым ба, үріп ауызға салған, 12-де бір гүлі ашылмаған Айсұлу екеуі апатқа ұшырайды. Соның салдарынан Айсұлу сал болып қалажы. Тек жанар көзі қалып, тамырда тулап соққан жүрегі ғана Айсұлудағы тіршілік нысаны барын көрсетеді. Ал былайша сөйлеумен қимылдаудан қалған Айсұлудың міне төсекке таңылғанына 20 жыл болған екен. Кәрім атаны да ауыр қайғы есеңгіретіп, қажытты демесен, жасы 40-тан асқан ел ағасы. Алайда көрген бейнеті Кәрім атаның жастығын ұрлаған екен. 20 жыл бұрын бір гүлді солдырдым деп, өзін жазғырған Кәрімнің жасы, ол кезде не бәрі 20 жаста ғана болған болатын. Шалғайдағы Атай. 2 бөлім. Кәрім атаның бұл дүниеде сенері де, арқа сүйір тірегі де жоқ. Қиындығын еңсеріп, қуанышын бөлісер бауыры да жоқ. Кәрімнің тағдыры тым ауыр. Адам деген әуелде анадан туып, ана сүтімен өспеуші ма еді. Бірақ Кәрім емес. Ол туылғанда анасы бұдан бас тартып, тіпті үзілді кесілді емізуге қарсы болыпты. Ауруханада жан ұшырып іңгәләп жылаған баланы көкірегіне қойып, бір мауқын басып еміз деп, қанша адам айтса да безбүйрек ана өз бетінен қайтпапты. Білмейміз ғой, емізсем бауыр басып қаламын деді ма, әлде не ойлады екен, ешкім білмейді. Бұл байғұс Кәрімге ана сүтінен бір тамшы да таңдайына түскен емес. Дүние есігін ашқан сәттен балалар үйінің тұрғыны болыпты. Қыздың әке-шешесі де тегі белгісіз, пақыр кедейге қызымызды бермейміз деп қарсы болыпты. Бірақ қыз жігітті қатты ұнатқан екен. Ал не болды түбі? Қос жасқа қолдаудың орнына қарсы шығып, екеуінің обалдарына қалды. Айсұлу келісіп, оны ақыра алып қашқан кезде, жол апатына түсіп, өзі бір аяқтан қалды. Айсұлу болса бір демде мүгедек бола қалды. Бастапқыда қыздың әке-шешесі Кәрімді сотатып темір торға тоғытқысы келген. 3 бөлім. Жалпы көбіңіз түсінбей, 40-тағы кісіні неге ата дейсің, жазудың жөні осы екен деп бөсіп жаза берме депті. Кәрімді ата дегенмен емеспін. Тұрмыстың қалың табы, үрімдей қыздың үбетіп үзіле қалуы, оған өзін кінәлі сезінуі, қала берді жол апатынан бір аяғын сілтіп, сүйрете жүруі, суық салқын қанды, қажыған түрі, ата бейнесін көрсеткен болар. Ер азамат әйелі бір күн үйде болмаса қайтеді. Үй тозып, береке етіп, еркек әбіржіп кетпей ме? Ал Кәрім ше? Үйдің шаруасы, ас ауқат дегендей, түздің шаруасы, қала берді әйелін дәретке отырғызып, жуындырып шайындырып бір өзі істейді. Осының өзі оңай емес қой. Араласатын ортаң болмаса, ол тіптен қиын ғой.
Бірақ білесіздер, осындай үлкен бір ауылдан мұның жан жарасын ұғынар, сырлас болар, дос болып араласар адам табылмағаны қиын болды. Бәрі де гу еткен жел сөзге сеніп, мұны адам кейпінен алып тастағалы қашан. Осының бәрі жанына батты ма, әлде өмірден баз кешті ме белгісіз. Сол түні дүкенге шығып сылқия тойып, сүйкенген, сүйіктісін алып, үйге келе қалған. Еркек деген аты бар емес пе? Терезе алдында ұзыннан төселген кереуеттегі төсекте шарасы жатқан Айсұлу, жарының мына қылығын көріп, терезеге телміре қарап, көз жасын көлеткенді. Өзінің мына күйіне күйінгені ме, қызғанғаныма ызаланып, буылығып жылаған сәтінде, ышқына тұншыққан үнсіз реніші естілді Кәрімге. Есіктен кіре бере махаббатқа мас болып тұрған Кәрім, басын көтеріп, Айсұлу жатқан бөлмеге көз тастап еді. Мөлдіреген жанары жәутіңдеп жылап жатыр екен. Орнынан сілкініп тұрып, бірден есін жинап алғандай болды. Сөйтті де жанындағы пәтшағарын үйінен тысқа шығарып жіберді. Ол да аяғынан тұра алмай, мұны боқтап бұралап, сүрініп құлап кетіп барады. Кәрім оны шығарып салған бойда, қалтасынан шылымын шығарып, терең күрсініп терезе түбінде тұрып қалды. Оның ұрып күрсіне бергенін естіген Айсұлу, не аярын, не аямасын білмей, үнсіз қалды. Шалғайдағы атай. 4 бөлім. Өзге әйелдер секілді, тілі сайрап тұрса бір сәрі. Іштегісін ауызбен айтып шығарып тастайтын. Бұл бір бейбақ Айсұлуда ол да жоқ қой. Реніші мен сезімін араластырып, іштей тұншыға берді. Тыста көп тұрған Кәрім, қатарынан 5 бірдей шылым шегіп тастапты. Міне соңғысын аузынан алып, жартылай шегілген шылымды жерге тастай сап, артынша шырқ түкіріп, аяғымен шылымды езіп, үйге қарай беттеді. Ішке кірген бойда жарының жанына келді. Кереуетіне басын сүйеп, отыра кетіп қимылсыз Айсұлудың қолдарынан ұстап отырып. Кешірші мені, кешір. Білесің ғой, мен сені жақсы көретінімді. Шалыспастым, қара басып, кешір мені Айсұлуым деді де кереуетке басын сүйіп отырған бойда ұйықтап кетіпті. Айсұлу бірақ, жарын өзі іштей ақтап алғандай. Бұл жағдайға кінәлі өзін санады. Міне осыдан кейін 10 жыл зулап өте шықты. Өзгерген уақыт болмаса, бұл үйдегі хәл-ахуал тап бұрынғыдай. Бұлақ басында бачогын суға толтырып алған Кәрім шелегін сол жерге қалдырып, тәшкісін жаймендеп сүйретіп үйіне кері қайтты. Бұл екі жан Айсұлудың мүгедектігіне алатын пенсиямен күнелтіп келеді. Ара-тұра кеп тұратын қайын жұрты демеуі тағы бар. Бір сарынды осы өміріне сәлін алып бастаса, сол күні болған апат есіне түсіп, тәубеңе кел дейтіндей мұны алды.